Менің есімім Төлемырза Темірбекұлы. Астана қаласында тұрамын. Алла нәсіп етіп, сіздердің компанияларыңыздың атынан кіші қаржылық сапарына барып қайттық. Енді көкіректе барлығы толып тұр. Оны қазір тілмен айтып, қысқа уақыттың ішінде жеткізу өте қиын. Ол бір өзі ерекше сезім, ерекше бір тебіреніс. Сондықтан мен бір жағынан еліме, жұртыма аман есен келіп, өзімнің Қазақстанымда тұрып, өзімнің қуанышымды елге, жұртқа жеткізуге асығып келген едім. Міне соны байқағандай сендер күтіп алып, менен бір сондай бір сұхбат алып жатсыңдар. Мен шын айтсам өзімді өте бір ерекше бақытты сезініп тұрмын қазір. Ең бастысы аяғымыз тимеген, мысалы менің әулетімнің аяғы. Сондай бір керемет, мәнді, мағыналы, қасиетті, қазыналы жерге баруды Алла нәсіп еткеніне Аллаға мың алла шүкір айтамын. Әуелі Алла, одан кейін өздерінің компанияларының арқылы барып келдік. Сіздерге де үлкен алғысымды айтқым келеді. Асхат бауырымызбенен Дубайда таныстық. Өте жақсы сұхбатта болдық, Құда қаласа. Ол сұхбаттардың барлығын сол 4-ші билік газетіне жазамын деген ниетім бар. Жазып, әлі оны жариялап, өздеріне салып та жіберемін. Ал енді ең бастысы, сол кіші қаржылық туралы айтатын болатын болсақ, енді анау Мекке, Мәдина қалаларындағы Аллаға құлшылық жасау, өзіңді сондай бір Алланың құзырына тапсыру, сол арқылы тазалану, бұл енді өзінше бір ерекше бөлек дүние. Ең бастысы, ол жерде сені ешкім тексеріп, тоқтап, тергеп жатқан ешқандай жоқ. Өз түсінігіңменен, өз санаңменен, өз парасатыңменен өзіңді Аллаға тапсырып, өзіңнің өткен жасаған күнәларыңды, болатын біліп білмей жасалған күнәлардың Алла Тағала кешіргенін талап сөйтіп жасау, өміріңде бір мәрте Алла Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, бұл қажылық жасау парыз деп. Сол үлкен қажылықтың кіші қажылығын өтеп, көп нәрсені түсініп, үлкен қажылық жасаған кезде неге адам дайындалу керек, неге мән беру керек. Жалпы бұл өзі қажылық дегеннің мән мағынасы неде тұрады? Оның арасындағы болып жатқан әртүрлі үрпі әдеттер, оларды қалай істеу керек? Соның барлығын мен көріп, көзімменен оны жазып, ертең Құда қаласа бір кең көлемде әдемі елге, халқына, керек адамға насихаттағым келеді. Алады, оқиды, киіп алады, дайындалады. Ол жерде қандайды олар оқу керек, қандай адамды сезімде жүреді, адамда қорқыныштар билейді, қорқыныштарды қалай сырып тастау керек. Мысалы, мен жүрегім ауырады, 2 мәрте инфаркт жаған адам, күн ыстық, 35 градус. Сонда мен қалай жағдайым қалай болады деп қатты қорықтым мысалы. Ана қақпаны айналған кездегі, қалының арасына түскен кездегі қиындықтар, ол өз алдына бір бөлек. Бірақ Алла жол беріп, ол мен ескертемін, ол жерге барғанда қорқыныш сезімін алып тастау керек. Неге деген кезде Алланың өзі жол ашады пендесіне, құлына. Алланың өзі жәрдем береді. Ешқандай ауру сұрқау деген нәрсені ойлап оны шақырудың қажеті жоқ. Керісінше қайта оны керісіп тастайды деген. Мен бір ешқандай қиындық сезінген жоқпын. Мен жүрегім ауыратын адам оқыған да жоқпын. Барлық жаңағыдай орындалатын жаңағыдай амалдардың бәрін орындап, өзімнің көңілдегідей орындадым деп ойлаймын. Мысалы, Алла сәтін салып бұйырып деп айтайықшы енді. Мынау жаңағы Қаратастың алдына келген кезде 7 мәрте айналамыз ғой. Сол кезде группадан бірінші болып мен сол Қаратасқа толқын алып бардым мен. Бір мәрте кейін қарап шегіндіріп жіберіп, одан кейін қайтадан алған кезде сол менің Қаратастың алдына қалай барып қойғанымды да білген жоқ. Мысалы, мұның өзі бір адамның көңіліне үлкен бір керемет сезім ұялатады. Неге дегенде, онда тұрған ешнәрсе жоқ шығар. Оның мақсат, ең басты Алла күнәні кешірсін деп тазару үшін батып қойды. Бірақ пендеміз ғой жаңағы. Ананы жаңағыдай тәуе етіп, ананы көріп, анаған жаңағыдай бір сондай бір ерекше бір тілек айтып соған. Елдің бәрі сөйтіп жатыр ғой. Құдай самасын, оны құшақтап алып, жылап еңіреп жатқандар қаншама. Қаратасты қағбаны құшақтап жылап еңіреп жатқан адамдар қаншама мысалы да. Сондайлардың арасында жүрген кезде шындығында да өзіңді басқаша сезінеді екен. Қазақстанымыздан қажылыққа баратын адамдарымыздың саны арта берсін деп тілегім келеді. Құда қаласа
жол ашық, ешқандай бір жолда сен былай деп жатқан ешқандай жоқ. Айта керісінше, о, Қазақстан деп бәрі құшағын жайып қарсы алып, ал енді мынау автобуспен алып жүру, жатақханаларда орналасу, одан кейін тамақ жағы, адамның тыныштығы деген нәрселер болады ғой. Ешқандай ол сол жақтарын ойлайтын болсақ, тыныштық бұзылған жоқ. Бәрін тоқ болды. Қонақ үй енді біз сондай бір керемет Әл-Махам деген қонақ үйде болдық. Әл-Махам деген. Оның терезесі қағбаға қарап тұр. Терезеден суретке түсіріп елге жіберіп жаттық. Мынау қағба терезенің ар жағында тұрған деп. Азанның дауысы келіп тұр. Қағбаны көріп тұрмыз. Төбеден кәдімгі. Біздер енді 17-ші этажда жаттық. Сондықтан мынау қазақ авиа компаниясының өте бір мен қызығушылығымды айтқым келетіні сол, біздегі барған адамдардың жатқан орны керемет таңдалған. Енді оны бар ғой, былай алғанда мына түсудің өзі былайша қиын, бірақ енді біз бәлкім солай түскен шығармыз, бәлкім компанияның өзінің әрекеті шығар. Бұл енді өте бір керемет болды. Себебі келген адамдардың бәрі таңғалады. Ой, сендер қағбаға қарап тұрсыңдар ғой сендер деп жаңағыдай. Міне Мәдинаға барғанда да керемет болды. Барып, қасиетті жерлердің барлығына аралап, дұға оқып, соған қуанып, бәріміз аумин жасап қайтып жатқан жайымыз бар. Өте бір рахмет. Көңілдің қошы өте биік, жоғары. Сондықтан барлық ырзашылықты қысқа уақытта осылай жеткізгім келіп тұр. Одан басқа не айтуға болады? Рахмет.